Сәлем достар, менің каналымға қош келдіңіздер. Бүгін мен бауырсақ ертегіні айтып беремін. Бәрімізге қайырлы түн. Ертеде ешкі жөні бөртеде бір кемпірмен шал өмір сүріпті. Шал айтады: кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Барлық қалған онымен пісіріп береді. Сусын деп терезенің алдына қойған кезде бауырсақ көздерін ашып, домалап қашып кетеді. Домалап серуендеп қашып баратқаннан кейін алдынан қоян шығып қалады. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын деп айтады. Сөзден кейін бауырсақ айтады: мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Ал айтып берші дейді қоян. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым деп, сенен де қашып кетемін деп домалап қашып кетеді. Сөйтіп алдынан қасқыр шығады. Қасқыр айтады: бауырсақ, мен сені жеп қоямын деп айтады. Мені жемеші, мен саған өлеңімді айтып беремін дейді. Сөйтіп апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен қашып кетемін деп қашып кетеді. Қашып кетіп бара жатқаннан кейін алдынан аю шығады. Аю айтады: бауырсақ, мен сені жеп қоямын деп айтады. Мені жемеші, мен саған өлеңімді айтып беремін дейді. Сөйтіп айтып жатқан кезде апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым деп айтып болғаннан кейін сенен де қашып кетемін деп қашып кетеді. Алтынан түлкі шығады. Түлкі айтады: бауырсақ, мен сені жеп қоямын деп айтады. Мені жемеші, мен саған өлеңімді айтып беремін деп дейді. Апамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен қашып кетемін деп айтып баратса, менің құлағым естімейді, тұмсығымға шығып айтып бересің ба дейді. Тұмсығына шығып айтып беріп жатса, апамнан да қаштым деп жатқан кезде ам деп жеп қояды. Сонымен ертек бітеді. Достар, сіздерге менің ертегім ұнады ма? Қош сау болыңыздар. Каналға жазылыңыздар, көп лайк жиналсын. Бәрімізге қайырлы түн. Ертегім ұнаса, көп лайк жинау керек.